қалай болып жатыр енді? Өзі ат терлетіп Көкшетаудан келіп. Өте керемет Жанекен, біз енді таныстық үстіндеміз әзірге. Бірақ ары қарай таныстығымызды жалғастырамыз деген үмітім бар. Демек жалғасып жатыр. Жалғасып жатыр. Түсінікті ғой, енді кеше кездесу болған шығар, жан дүниесін танып үлгердіңіз бе? Кеше дүниесін танып толық үлгердім деп айта алмаймын, өйткені бірнеше уақыт бірге болдық. Біраз серуендедік, біраз жерде отырыста да болдық, өзіміз екеуміз, және де балалар болды жанымызда, қатысушылардың біразы. Өте керемет өтті деп айта аламын. Керемет, ендеше үміткеріңіз ортаға шақырып әңгімемізді бастайық. Келіңіз ортаға. Қош келдіңіз. Бүгін ерекше сымбаттысыз. Жарасып тұр киіміңіз өзіңізге. Қалай өтті кешегі кездесу? Бекболат аға тура сол Бекболат аға сияқты ма екен, жоқ басқаша ма екен? Иә, көңілімден шықты. Мен көңілді, әзілқой, жақсы уақыт өткіздік. Серуендеп, бәрі жақсы болды. Маған ұнады. Көңіліңізден шықты. Маған қазір суреттерді береміз деп жатыр. Ол қандай әдемі суреттер? Мен өзім көре алмай отырмын. Міне. Бұны енді, мына суретті біз түсіріп алдық, кәдімгідей. Әдемі екен, әдемі. Ал енді сол жалпы әрине алғашқы кездесу, сырласу дегендей, бірақ дегенменен адамның бір болмысын, ой өрісін, түсінігін, танымын байқап көруге болады. Сол өсі сіздің болашақ армандаған жарыңыздың қасиеттерін Бекболат ағадан көрдіңіз бе өзі? Әлі көп араласқан жоқпыз, но... Әрине, бірақ енді болжамалы. Иә. Иә дейді. Керемет, қошемет деп қойайық. Мысалы, Бекболат аға осы аз уақыттың ішінде керемет әңгімемен жарасты болды. Бізде өйткені Сейсенбек аға тура солай жасаған. 3 кездесуден кейін болды бізде той болады деді. Біз өзіміз аң-таң болдық. Ертең Бекболат ағадан да шығуға мүмкін ондай. Сол кезде не істейміз? Дайынсыз ба дейді. Көреміз. Көреміз болғанда дайынмын ба? Жоқ, дайын емеспін көреміз ба? Дайынмын. Бәсе, кеше дайынмын деген сияқты. Қыз дайын екен Бекболат аға. Жалпы сіз сондай қадамға бара аласыз ба Сейсенбек аға сияқты? Мысалы, кейбіреулер айтады, махаббаттың ұшқынын сезіну үшін осы көп уақыттың қажеті жоқ. Тіпті бір көргеннен үйленіп жатқандар бар. Бірақ кейбіреулер айтады, мысалы, Мәди сияқты, Ислам сияқтылар, жоқ, ол жылда байлап жүру керек, оны зерттеу керек, ойбай кәдімгідей инемен құдық қазғандай оны зерттемесе болмайды деп отырады. Ол қайсысын қолдайсыздар? Мен өз басым енді бірнеше уақыт, бірнеше жылдар бос жүргеннен кейін біраз жүріп қалдық қой енді. Көрдік, жан-жақты түсіндік көп нәрсені. Әрине, егерде лайым бұршаға келіп жатса, бірден үйленіп кеткенім дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс деп ойлаймын. Бір жеті, әрине, ары қарай бір 10 күндей. Ол маған керек емес деп ойлаймын. Өз басым көңілім соны жақтырмайды. Мысалы, гүл беріп, қалқыланда жүріп, суретке түсіп, ой, әлі қалайлау, өзің пәрсет, өзің айтпашыдай. Келдің ба, сөз салдың, барасың ба, дайынсың ба, менімен бірге ары қарай өміріңді жалғастыруға көнесің ба десе, иә десе, болды, мен кете беремін. Демек керемет. Үміткер ханым сізге ұнап отырған сияқты. Енді біз асықтырып отыр деп ойламаймыз, бірақ енді болжамалы айтсақ, мысалы, жарты жыл дейікші. Жарты жылдың ішінде, мысалы, әңгіме жарасты, ешқандай ұрыс керіс болған жоқ, бәрі дұрыс болып келе жатыр. Осы жарты жыл уақыт осындай қадам жасау үшін сізге жеткілікті уақыт па? Маған айтылсыз ба? Иә, сізге. Енді ұсынысты қыз жасамайды ғой. Әрине, өзім жасаған дұрыс қой. Айта кетті ғой басында, мысалы, егер де үміткер маған ұнап жатса, бірден осы жерден жылып кетуге дайынмын дедім ғой. Болда шыққан айта алмаймын. Ендеше нәтижесін көреміз. Иә, сөздеріңіз балдай жағып отыр, енді іспен дәлелденсе деген ниет бар. Мәди. Жаңа сөз тиіп кетті да, Ислам мен Мәди сияқты айлап жүру керек. Инемен құдық қазғандай деген ма? Инемен құдық қазғандай дейсіздер. Енді біз бірінші рет үйленейін деп жатырмыз да. Біз
дұрыс қой, бізде бұрындай ондай жасымыз. Негізі бір көргеннен ғашық болып үйленетін жандар да 20-шы рет үйленбейді негізі. Жоқ, енді оны бәрін түсініп отырмын ғой. Бірақ пешенемізге жазғаны болады да, Шыркен мырза, ол бір рет көріп үйленіп кетеміз ба, бәлкім бір аптадан кейін үйленіп кетеміз ба, оның бәрі бұйырғаны болады. Ал енді бұл кісілер бізге жаңағы үлгі көрсетіп жатыр деп айтып жатырмыз ғой. Бұл кісілер әр қадамын ойланып, ақыл тоқтатқан кісілер да. Біз енді жас болғаннан кейін біз көруіміз керек, жүруіміз керек. Ертең үйленгеннен кейін бұл үйде отырады ол. Онымен ешқайда шыға алмайсың да, ертең ол бала туылады, Құдай қаласа. Енді отбасылық өмір басталады деген